Bismillah söz бастаймын я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз құлақ салып, ей мұсылман. Ырысты аяқ асты етпе. Нұх пайғамбар бірде ұлдарын жинап алып, «Ва, ұлдарым, жолдарың оңғарылып, сапарларың сәтті болсын. Құдай сендерді ырыстан, ынтымақтан айырмасын» деп бата береді. Ұлдары: «Әке, ынтымақты түсіндік, ырыс деген не?» деп сұрайды. Сол кезде пайғамбар: «Ырыс Құдайдың адамға беретін несібесі, ырзық нәпақасы. Тәңірі тағала адамзатқа 4 түрлі ырысты нәсіп еткен. Біріншісі ақ ырыс. Ол 4 түлік малдың желінен шыққан сүт, айран, май, құрт. Екіншісі көк ырыс. Жерден өсіп өнген көкөністі айтады. Үшінші ырыс қызыл ырыс. Ол 4 түлік мал мен аңның адал еті. Төртіншісі дәнді ырыс. Оған дәнді дақылдарды жатқызады. Ынтымақтарың кетпесе, ырыстарың түгел болады деп сөзін аяқтаған екен. Содан бастап аталған 4 затты ырысқа жатқызып, оларды қастерлепті. Аяқ асты етуге, қорлауға тыйым салыныпты.